Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін соңғы уақыттарда тренд болып жүрген баклаваның рецептімен бөлісетін боламын. Менің бұл видеом басқа видеоларға қарағанда біраз өзгеше, уақыты жағынан да ұзағырақ, себебі барынша нақты әрі анық етіп көрсетуге, түсіндіруге тырыстым. Сырты қытырлақ, ішіндегі начинкасымен және жасалуы да сіз ойлағандай қиын емес. Баклаваның рецептін үйрену үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Ыңғайлы ыдыста жұмсақ бөлме температурасындағы сары майға жылы сүт құямын. Мүмкіндігінше барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу қажет. Үстінен сұйық май, су, жұмыртқа қосамын. Және де 2 ас қасық яблочный уксус. 1 шымшым тұз қосып, жақсылап араластырамын. Басқа бір ыдыста 750 грамм, яғни 5 стакан ұнды илектен өткізіп дайындап қойдым. Сұйық масса жақсылап араласқан соң аз-аздан қосып отырып, қамыр илеймін. Әр ұнның сапасы әртүрлі болғандықтан, нақты ұнның мөлшерін айту мүмкін емес, сондықтан аз-аздан қосып араластырып отырып өзіңіз бақылайсыз. Негізі баклава жасайтын түрік ұсталардың кеңесі қамыр қолға жабыспайтындай және де құлақтың жұмсақ жері, яғни сырға тағатын, соның жұмсақтығындай болуы тиіс деп айтады. Барлық ингредиенттердің нақты мөлшерін видеоның төменгі жағында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Менде шамамен 700 грамм ұн кетті. Қамырым қолға мүлдем жабыспайды және де өте жұмсақ. Дайын болған қамырдың бетін орамалмен жауып, 5-7 минутқа демалдыруға қалдырамын. Мұнда қамырдың қаншалықты нәзік әрі жұп-жұмсақ екенін көруге болады. Қамырдың шетінен өзіме керек мөлшерде үзіп алып, домалақтаймын. Әрқайсысын 90 граммнан жасадым. Ол мөлшерін азайтуға да болады, немесе көбейтуге де болады, егер оқтауыңыз ұзын, жаятын жеріңіз кең болса. Бұл қамырдың мөлшерінен мен 2 түрлі баклава жасаймын. Мұнда 8 бөлікке 90 граммнан бөліп дайындап қойдым бүгінгі баклава үшін. Ал мұнда ыдыста қалған қамырдан басқа баклаваның түрін жасаймын. Онда менің каналымнан көре алатын боласыздар. Қамырдың екі жанына молынан етіп крахмал сеуіп, шелпек формасындай кішігірім етіп жаямын. Оригиналды рецептте бидай крахмалын пайдаланады, бірақ бізде оны табу өте қиын, сондықтан жүгері крахмалын қолданамын, яғни картоп крахмалы болмайды. Ал мен жүгері крахмалын кондитерлік магазиннен килограммдап сатып алдым. Енді дайын болған қамырларды ыңғайлы ыдысқа орналастырып, арасына клеенка төсеймін. Целлофан да төсесеңіз болады. Сыртынан барлығын қаптап, ауа өтпейтіндей етіп жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа жіберемін. Бірақ мен 1 түн тұрғызуға тырыстым, себебі ұзақ тұрған сайын қамырмен жұмыс істеу оңай, яғни жаю процесін жеңілдетеміз. Ал тоңазытқышта қамыр дәл осы күйінде 2 немесе 3 күнде тұра алады, сондықтан алдын ала дайындап қойсаңыз да болады. Баклавалардың бетіне жағатын майды дайындаймын. Ол үшін кем дегенде 82%-тік өте сапалы, жақсы май алғаныңыз жөн. Менде кәдімгі қолдың майы. Орташа отта май толық ерігеннен кейін 2-3 минуттай тағы көбігі шыққанша қайнатамын. Еріген майдың түбінде бөлініп шыққан кілегеймен бетіндегі көбігі бізге мүлдем керек емес, себебі олар баклаваның бетін қарайтып жібереді. Ситамен сүзіп алуға болады, бірақ мен жай ғана қасықпен тазартып шықтым. Көрсетілген мөлшердің 50 грамм сұйық маймен, яғни иіссіз өсімдік маймен алмастыруға болады. Міне осылайша майды кілегейінен көбігінен тазартып алдым. Баклаваның қамырын жаю үшін бір түн тоңазытқышта тұрған
Қамырды екі жағынан молынан етіп крахмал сеуіп, жайып бастаймын. Арнайы ешқандай техникасы жоқ, жай ғана өзіме қалай ыңғайлы, солай жаямын. Крахмалмен жайғандықтан, және де қамыр өзі сондай жұмсақ болғандықтан, жаюда ешқандай қиындық тудырмайды, өте жеңіл, оңай жайылады. Бірақ алғаш жайғаннан керемет болып жайылады деп айта алмаймын, себебі оған қолда үйрену қажет. Сондықтан оны да ескеріңіз. Қамыр жаю процесін кесіп тастамай видеода толығымен қалдырдым. Яғни өздеріңіз байқағандай, ең басында крахмалды көп қылып септім, ал содан кейін қамыр жайыла бастағаннан кейін крахмалды мүмкіндігінше тек жабысқан жерлеріне ғана өте аз себу керек. Себебі жайылғаннан кейін крахмалды тағы көп себе беретін болсаңыз, қамыр қатты құрғап ашылмай қалуы мүмкін. Қамыр өте жұп-жұқа болғандықтан тез құрғап кетуі мүмкін. Сондықтан барынша жылдам жұмыс жасаймыз, және де жұмыс жасап жатқан орында ешқандай терезе, есік барлығы ашық тұрмаса, яғни жел болмауы керек. Және де түркісталардың кеңесі, олар жұмыс жасап жатқан орында ауаны дымқылдандырып тұру үшін суды қайнатып қояды. Солай да жасасаңыз болады. Маңызды болғандықтан тағы да бір қайталап өтуді жөн көрдім. Өздеріңіз көргендей, қамырды енді жая бастағанда ғана крахмалды көп қылып салдым, солай жайдым. Ал қамыр ашылғаннан кейін аздан ғана немесе жабысып тұрған жерлеріне ғана сеуіп отырып жұмыс жасадым. Себебі крахмал ашылғаннан кейін де көп себе беретін болсаңыз, қамыр қатып құрғап қалады. Дайын қамырдың арғы беті көрініп тұру қажет. Өздеріңіз көргендей, қамырдың арғы жағынан қолым анық көрініп тұр. Енді формасына келтірместен бұрын складкаларын қолмен жай ғана ақырындап ашып-ашып шығамын. Осы қамырдан өздеріңіз білетіндей баклаваның сансыз түрі бар, кез келген түрін жасай беруге болады, яғни осы қамырдың рецебінен. Ал бүгін менде миди баклавасы болғандықтан, дәл сол баклаваның жасалуын ғана көрсетемін. Ол үшін оқтауға қамырды жеңіл қылып, яғни қатты тығыздамай ораймын. Сосын екі жағынан кішкене қысыңқырап, қайта ашамын. Егер қамырды оқтауға қатты тығыздап орап тастайтын болсаңыз, қамыр ашылмай қалуы мүмкін, және де ашылып жатқан процесте тесіліп немесе жыртылып қалуы мүмкін. Осы жерде қамырдың қалың жерлерін пышақпен абайлап кесіп тастауға болады, яғни шеттерін. Ортасына грек жаңғағын саламын, жай ғана блендерда ұнтақтап алдым. Арасынан 2 саусақ қалатындай ара қашықтықта бірінші жаңғақты орналастырып шығамын. Ал салмасына келетін болсақ, бұл начинкада салманың болғаны маңызды, себебі ол баклаваның формасын ұстап тұруға көмектеседі. Салма ретінде мен жай ғана творожный сыр қостым, бірақ оригиналды рецептте салқын сүтке манна кашаны салқын кезінде араластырып, қоюланғанша қайнатып алып, суытып, осының ішіне қоса бересіздер. Оны описание бөлімінде толығырақ мөлшерімен, жасалу жолымен қалдырамын. Салмасымен жаңғағын салып болған соң, екі жағындағы қамырмен бетін жабамын, және де араларын саусағыммен қысыңқырап түйіп шығамын. Түйген жерлерімнен пышақпен кесемін. Және де теріс төңкеріп, жақсылап формасын ыңғайландырып, екі жағынан тағы да қаттырақ қысып бекітемін. Табанына жеңіл ғана май жағылған противенге орналастырамын. Белгілі бір тәртіпте орналастырудың ешқандай маңызы жоқ, жай ғана өзіңізге қалай ыңғайлы болса, солай қоя бересіз.
Басқа партиялардың жайып дайындағанға дейін басқалардың бетін орамалмен жауып қоям, кеуіп кетпесін деп. Барлығы дайын болған соң, алдын ала ертіп қойған майды барлық жеріне щеткамен тиетіндей етіп жағып шығамын. Егер сіз майды өте ерте дайындап қойып, ол осы сәтқа дейін қатып үлгерсе, оны қайта еріту қажет. Бірақ ыстық майды құюға болмайды, себебі баклавалардың беті кішкене пісіп қалса, духовкада ол тез күйіп кетеді. Майды қалған бетінен құйып шықтым. Менде мұнда противенге сыймаған баклавалар бар, солар үшін кішкенесін алып қалдым. 160 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа жіберемін. Егер печкаңыз жай қыздыратын болса, онда 180 градуста болады. Менің печкам қатты қызғандықтан 160 градус мен үшін ең қолайлысы. Баклаваны пешке жібере сала, шербетін дайындауға кірісемін. Ол үшін кастрюляға су мен қантты салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып, жоғары отта қайнатамын. Бұрқырап қайнай бастағанда беті көбіктенеді. Сол уақытта отты ең төменгісіне қойып, 20 минут қайнатамын. Шербеттің дайын болғанына көз жеткізу үшін олжаумен алып сапырамын және ең соңғы тамшыларын бақылаймын. Олар өте ауыр болып, жай таму керек, яғни шербеттің дайындығын солай білемін. Баклавалардың пісуіне аз қалған шақта шербеттің астын қатты жоғарылатып, қайнап тұрған шербетті пештен жаңа шыққан ыстық баклаваның бетінен құямын. Енді шербеттің өзіне толық жақсы сіңіру үшін 2 сағатқа қалдырамын, сосын бетінен аздап жаңғақ сеуіп ұсына берсеңіз болады. Баклавалар дайын. Видеоның ұзақтығы сізді жалықтырмады деп ойлаймын. Бәрін нақты, анық етіп түсіндіруге, көрсетуге тырыстым. Комментарий бөлімінде пікір қалдырыңыз, видео ұнаса лайк басыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ал енді сіздерді қалай қытырлайтынын есту үшін оңашада қалдырамын.